Егер сіздің деңгейіңіз pre-intermediate, intermediate және upper intermediate болса, мен сізді онда өзімнің Speaking Club'ыма шақырамын. Жалпы Speaking Club туралы сіздерге қысқаша ақпарат болсын. Speaking Club кімдерге арналған? Ағылшын тілінде еркін сөйлегісі келетіндер үшін, тілдік барьерді жеңгісі келетіндер үшін, ағылшын тілінде еркін сөйлеп, саяхатта, жұмыста тілді қажет ететін адамдар үшін, сөздік қорын көбейткісі келетін барлық адамдар үшін Speaking Club with Native Speaker ұйымдастырылып жатыр. Жалпы сабақты кім өтеді? Ағылшын тіліндегі 8 жылдық тәжірибесі бар носитель мистер Мо. Бұл кісі негізі курстарда өте көп жұмыс жасаған, сол үшін именно қазақ аудиториясымен, орыс аудиториясымен өте жақсы жұмыс жасайды, соған байланысты өзінің арнайы методикасы бар. Сонымен қатар 7 жылдық тәжірибесі бар маман, мен сіздермен Speaking Club өтетін боламын. Неге именно носительмен? Себебі ағылшын тілінде сіз еркін сөйлеу үшін сізді ол адам түсінбеу керек. Яғни ол адам қазақша және орысша сөйлемесе, сіз амалсыздан ағылшынша сөйлей беретін боласыз да, дәл солай қалай өзіңіздің еркін сөйлеп кеткеніңізді білмей қаласыз. Сабақтар қалай өтіледі? Сіздің тіліңізге 2 апта бойы біз күшті прокачка жасайтын боламыз. Ол үшін бізде носитель дүйсенбі, сәрсенбі және жұма күндері кешкісін арнайы Zoom платформасында эфир өтеді. Өте қызықты тақырыптар қозғалады. Бұл тақырып қозғалғаннан кейін сізге өте күшті сұрақтар қойылады. Яғни провокацияға толы сұрақтар. Сол арқылы сіз ағылшын тілінде еркін сөйлей бастайсыз. Және сабақ аяқталғаннан кейін именно осы сабақта, осы тақырыпқа байланысты қолданылған барлық vocabulary, яғни сөздік қорды жаттауға беретін боламыз. Ал эфир жоқ күндері бізде куратор мен арнайы телеграмда аудио практикалар болады. Яғни сізге сұрақ қойылады, сіз кәдімгі WhatsApp'та аудио жазасыз қойып, дәл солай аудиоларды жаза берген сайын, көп сөйлей берген сайын сіздің произношениеңіз жақсарады және еркін сөйлей бастайсыз. Тіліңізді жаттықтырып, шынықтырып, ағылшын тілінде еркін сөйлеу үшін сізді осы Speaking Club'қа шақырамын. Толық ақпарат төменде.